Баршаңызға сәлем. Күн сайын пайдалы ақпараттар беріп отыратын мың бір кеңес атты пайдалы кеңестер каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен брокколи қырыққабаты туралы білетін боламыз. Брокколи қырыққабатты тұқымдастардың бір жылдығы өсімдігі. Қою жасыл түсті гүл шоғыры болып табылады. Ең алдымен Англияда, Испанияда және Италияда кездеседі. Дон брокколиді жерорта теңізінің жағалауында өсіре бастады. Осы көкөністің аты өркен немесе бұтақ деген мағынаны білдіретін брокко итальян сөзінен шыққан. Брокколиді ежелгі замандарда да өсірген. Бірақ ол Европада 16 ғасырда ғана әйгілі болды. Кейінірек итальян қоныс аударушылары брокколиді Америкаға алып келді. Және дәл сол жақтан Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін брокколиге деген сән қайта оралды. Брокколидің құрамында жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, марганец, күкірт және С, В1, В2, В5, В6, Е, К және Ә дәрумен негіздері бар. Брокколидің құрамындағы С дәруменінің мөлшері лимон құрамындағы мөлшермен бірдей. Бұл көкөністен әртүрлі тамақтар әзірленеді. Оны қуыруға, суға қайнатуға немесе шикілей түрде жеуге болады. Шикілей түрде көбінесе салаттарға қосылады. Брокколидің пайдасына тоқталатын болсақ, асқа тұрақты түрде қолдану күйзелістен ең жақсы қорғаныс болады. Брокколидің калориясы өте аз болғандықтан, диета ұстап жүрген, денсаулығына аса мән беретін адамдар үшін өте қажетті көкөніс. Брокколи тәбет пен ас қорытуды жақсартады, иммунитетті көтеріп, ағзаның әртүрлі аурулар қоздырғыштарына қарсы тұру қабілетін арттырады. Сонымен қатар брокколи қан аздықтың, індеттердің, бауыр ауруларының алдын алады. Ол теріге оң әсер беріп, қартаю процесін тежейді. Брокколидің құрамында шамамен 4 грамм талшық бар. Ол күнделікті тұтынылатын талшықтың шамамен 15%-ын құрайды. Талшық біздің ең маңызды қоректік заттардың бірі. Бұл бізге ішектің жұмысын қалыпқа келтіруге, холестерин деңгейін төмендетуге, қандағы қант деңгейін бақылауға және денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Зерттеулер сонымен қатар талшықты жеткілікті мөлшерде қабылдау жүрек ауруы мен қант диабетін азайтуға мүмкіндік беретінін көрсетті. Зерттеушілер көкөністің бұл түрін көп тұтыну қатерлі ісік ауруының қаупін азайтады деген қорытындыға келді.